сәлеметсіздер ме? Мен өзімнің LMS-жемен таныстыратын болсам, яғни LMS дегеніміз алдымен толық айтатын болсақ, бұл Learning Management System деп аталады, яғни оның қазақша аудармасы оқытуды басқару жүйесі. Енді бұл жүйеге кіру үшін алдымен регистрация істеу керек болады. Яғни регистрация бұл жерде студент өзінің мәліметтерін толтырады және тіркеледі. Сол тіркелген аккаунтпен осы жүйеге кіреді. Кіргеннен кейін бізде бұл дашборд және профайлдың екі бөлімнен тұрады. Бұл бізде ашылып тұрған дашборд беті. Дашборд бетінде яғни барлығы бізде 15 апта бар. Әр аптаға кіріп қарайтын болсақ, әр аптада яғни аптаның тақырыбы және қай апта екені, және сол апта бойынша қысқаша анықтама. Және мына жерде оның уақыты бар. Қазір дұрыс көрмей тұрған сияқты. Яғни апта қай уақытта басталады, сол көрінеді. Келесі бізде әр апта, яғни әр апта дәріс, практикалық зертханалық тапсырмалар, интерактив тапсырма, тест бөлімдерінен тұрады. Дәріске өтетін болсақ, дәрісіміз бізде екі түрде: видео дәріс және презентация. Видео дәрісімізде бізде ол Жуан университетінің YouTube каналында жарияланған видеолар салынған. Ал презентация бұл яғни қарапайым презентация түріндегі дәрістер. Келесі практика және зертханаға өту керек. Бұл жерде бізде екі батырма бар: практикалық жұмыс және зертханалық жұмыс. Бұл жерде студенттер берген тапсырмаларды өзінің компьютерінде орындайды. Бұл жерде тапсырмалар PDF формат түрінде салынған. Келесі енді бізде интерактив тапсырмалар. Интерактивті тапсырма бізде Learning Apps деген платформадан алынған, яғни бұл жерде бірінші бізде жобаны тап деген. Студент осы жобаны тапсырмасын орындайды, орындап болғаннан кейін тест тапсырмасына өтеді. Бізде әр аптаға 10 тест тапсырмасы берілген, яғни барлық 15 аптада 150 тест тапсырмасы бар. Студент осы тестті орындайды. Содан кейін сабин батырмасын басу арқылы тестті жібереді. Енді бізде бұл дашборд болды, яғни бұл жерде барлық 15 апта бар. Әрбір 15 аптада 4 бөлімден тұрады дедік. Енді профайл бөлімінде студент өзінің мәліметтерін көре алады, яғни оның аты жөні, логині және оның прогрессі, яғни бұл курсты оқу бойынша прогрессі. Бізде мына жерде барлық аптаны өткен және бізде барлық тест ұпайы бойынша 88 балл жинаған. Яғни егер біз 88 балл жинайтын болсақ, яғни 150-де 75 баллдан жоғары жинайтын болсақ, бізде сертификат жүктеп алу батырмасы шығады. Яғни студент өзіне сертификат жүктей алады. Қазір біз интернет жай жүріп жатыр. Бізде сертификат жүктелді. Сертификатта біздің тіркелген атымыз, яғни төменгі оң жағында біздің логиніміз көрсетілген. Енді